Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерге өте керемет креативті слайд жасау жолын көрсететін болам. Ол үшін кез келген браузердің іздеу жолағына genial.ly деп жазамыз. Менде алдын қолданғандықтан шығып тұр. genial.ly дегенді осылай жазамыз. Жазған кезде бірінші шыққан сілтеменің үстін басамыз. Осы жерден логин деген жерден немесе егер тіркелмеген болсаңыздар зарегистрироваться деп тіркелеміз. Тіркелген кезде өзіміздің Google аккаунттарыңыз болса, сол Google аккаунттарыңызбен кіре берсеңіздер болады. Және осы жерден мышканың оң жағын басып, орысшаға аударып аламыз, перевести русский деп. Және осы жерден начать сейчас дегеннің үстін басамыз. Басқаннан кейін осы жерден қазір главный бетке өтіп аламыз. Міне осы жерден қазір орысшаға ауыстырып аламыз, перевести на русский. Міне көріп тұрғандарыңызда бұл жерден түрлі презентация жасауға болады, инфографика жасауға болады, геймификация жасауға болады, тіпті видео презентация да жасауға болады. Көптеген мүмкіндіктері бар. Енді біз қазір презентация жасауды көрсетейік. Ол үшін презентация бөлімін таңдаймыз. Создавать батырмасын басамыз. Осы кезде бізге түрлі презентацияның шаблондарын шығарып береді. Яғни бұл жерде біз тек қана мынау қалаған шаблонымызды таңдайып, және бұл жерде тек қана тексттерін ғана өзгертеміз. Қалған жерінің барлығы, анимациясының барлығы дайын күйде тұрады. Тек біз өзіміз ішіне тексттерін ғана өзгертіп шығамыз. Не көріп тұрғандарыңыздай түрлі презентацияның шаблондары берілген, қалағанымызды таңдап аламыз. Осы жерде көріп тұрсаңыздар, мына жұлдызшаның белгісі, бұл ақылы деген сөз, бұларға тиіспей-ақ қоямыз. Жұлдызша белгісі жоқ, шаблондардың біреуін таңдап аламыз. Бұл жерде жұлдызшасы жоқ презентациялар өте көп. Мысалы, наука яркая презентация дейді, міне презентация для мультипликация дейді. Өте көп, бұның төмен жақтарына барып қарай берсеңіздер, школьная тетрадь дейді, настольная презентация, презентация на доске дейді. Қалаған, өзімізге ұнаған біреу аламыз. Қазір мен мына жерден сіздерге мысал ретінде біреуін алып көрсетейін. Мысалы, мел и доска презентация, осының үстін бір рет шертіп, осыны таңдап аламыз. Және осы жерден использовать этот шаблон дегеннің үстін бір рет басамыз. Көріп тұрғандарыңыздай қалай шығады, бір қолмен жазған сияқты бір анимациясы бар болып. Использовать этот шаблон деген үстін басамыз. Басқаннан кейін өзіміз керекті осы жердегі шығарып берген слайдтарды таңдап аламыз. Мысалы, мынадан басталады екен, дом, индекс, раздел, осының барлығын алатын болсақ, немесе выбрать все дегенді бассақ, бізге барлығын береді. Осының ішінен өзімізге керектілерін ғана аламыз, керек еместерін сол жерден өшіріп тастай берсек болады. Енді біз бұл презентацияларды ашық сабақтарда пайдалансаңыздар, тәрбие сағатында, апталықтарда, немесе түрлі іс-шараларда қолдансаңыздар, бір керемет, креативті, анимацияланған презентациялар болады. Бұның айта кететін бір жері, яғни бұл онлайн түрде, бұның сілтемесін көшіріп алып, сілтемесін қойып, тақтадан көрсете берсеңіздер. Не бізге шықты, енді көріп тұрғандарыңыздай, біз добавлять все дедік, барлығы осы жерге енеді, қазір көреміз. 29 слайд екен, енді осының ішіне өзіміздің жоспарымызға сай қалаған, мысалы 8 слайдтан, 10 слайдтан құратын болса, қалған слайдтарды өшіріп тастай беруге болады. Енді бірінші слайдтың бірінші бетінде көріп тұрғанда, мына жердегі жазуды текстің үстіне барсақ, осындай белгі шығады. Осы жерді өзіміз қалауымызша өзгерте беруімізге болады. Мысалы, біріншісін өзгертейік. Бұл жерге қандай презентация құрайын деп жатсыздар. Мысалы, мен бірінші бетіне жазып қояйын. Информатика пәні деп қояйын. Енді мына жерге, мысалы, апталық болатын болса, немесе сайыс сабақ болатын болса, соның атын жазып қоюыма болады.
тапқыр информатик. Тапқыр информатик деп мына жерге де жазып қоюға болады, иә. Сайысқа қош келдіңіз деп. Енді мынау информатика пәні дегенді бір үлкендеу қылып көрсету үшін мына жерде мысалы 55-ке қойсақ, міне сәл үлкейді. Сайысқа қош келдіңіздер. Мына жерге барсақ, бұның размерін үлкейтуге болады, иә. Сайысқа қош келдіңіздер. Тіпті мына жерден бұның түстерінде былай өзгертіп қоюға болады екен. Енді бірінші слайдтың бірінші бетінің тексттерін ғана өзгертіп алды, қалғандардың барлығы тұра береді. Енді бұның алдын ала қалай шығатынын көру үшін мына жердегі көз белгісінің үстінен бір рет шертсек, бізге бірінші слайдымыздың қалай шығатынын көрсетіп береді. Бұлай бір қолмен жазған сияқты, иә. Бір анимацияланған болып шығады. Енді бірінші слайдымыз бітті. Енді келесіне мысалы мына жерге сіздерге енді мысал ретінде айтып жатырмын. Ары қарай өздеріңіздің жоспарларыңыз бойынша бір құрастырып жазасыздар. Енді сайыстың жоспары деп қояйық. Бірінші бізде не болады? Мысалы, бірінші сайыс болғаннан кейін бірінші сәлемдесу. Екінші сәлемдескеннен кейін екінші көпбасшылар сайысы деген сияқты. Осылай бұны бір түсіндіріп кеткенге біздің сайысымыз осындай кезеңнен тұрады. Кезеңде мынандай тақырыптар бойынша өтеді деп егер жазуымыз семей қалса, осылай кішірейтіп аламыз. Бізде үшінші сайыстың жоспары, үшінші бізде не болады? Үшінші суреттермен жұмыс деген сияқты. Семей қалған кезде бұны бояп алып, сәл кішірейтіп мына жерден кішірейтіп қойсақ болады. Енді бұның да шығатынын, қалай шығатынын мына жерден көзді басу арқылы көріп аламыз. Бұлай бір анимацияланған болып шығады қайтадан. Енді келесі осылай барлығын өздеріңіздің идеяларыңызға қарай құрастырып мына жерге жаза бересіздер. Яғни бірінші кезең әр топ өз командасын таныстыру. Бұл жерге жазып қойсаңыздар болады, немесе жазбай өшіріп тастасаңыздар да болады. Келесі слайд. Енді бұл жерге суреттер қоюға, иә? Мына жерде өз мысалға бір сурет қойып қойған, бұл жерге сурет қоюымызға да болады. Мысалы, бұл жерге не деп жазамыз? Сурет бойынша сұрақ құрастыр. Бұл жерге уақытын жазып қойсақ болады, қанша минут? 5 минутта 5 сұрақ құрастыр, 3 сұрақ құрастыр деген сияқты. Кетіп қойсақ болады. Мынаны сәл кетіп қоямыз. 5 минут уақыт береміз. Енді бұл жерге сурет қою үшін, мына суреттің үстін 2 мәрте шертіп, осы жерде заменить деген бар. Осының үстін басып, Your компьютер, өзіміздің компьютеріміздегі алдын ала дайындап қойған суретімізді осы жерден жүктеп қоямыз. Мысалы, менде загрузкидің ішінде, өздеріңіз алдын ала суреттеріңіз дайындап қоясыздар. Мысалы, мен бір кез келген бір суретті қоя салайын қазір. Сіздерге мысал ретінде түсіндіріп жатқаннан кейін, мысалы, бір суретті қоя салайық. Суретіміз үстіне келіп түсті. Енді осы сурет бойынша оқушылар жаңағы топ мүшелері сұрақ құрастырады. 5 минуттың ішінде сіз өздеріңіз айтасыздар, 3 сұрақ құрастыр деген сияқты. Енді бұны тағы да көріп алайық. Бұл слайдымыз қалай шығады? Осылай
осылай шығады екен. Келесі дәл осылай, міне келесі, егер мынауымыз керек емес болса, бұл слайд керек емес болса, мына жердегі мынау корзинаның батырмасы delete батырмасын басып, delete деп бұл слайдты өшіріп тастауға да болады. Мысалы, мынау да егер керек емес болатын болса, үстінен басып, бұл слайдты да өшіріп тастап. Егер мынау слайдымыз, бұны қолданатын болсаңыздар, келесі, міне мысалы 4 сурет қоюға болады екен, 4 суретті қойып, осы суретке байланысты мына жерге сұрақтарын қойып қойсаңыздар болады. Ашық сабақта немесе жай қарапайым сабақта да қолдансаңыздар болады. Түрлі осылай керек слайдтарыңыздың барлығын алып, осы жерде керек емес жерлерін, мына жерге суреттеріңізді қойып, сурет бойынша әңгіме құрастыр деген сияқты. Осылай керекті слайдтарыңыз қоясыздар да, керек еместерін өшіріп тастаймыз. Енді барлық слайдтарымыз дайын болды. Енді қазір осы жаққа аударылады мына жерден. Енді бұның біз сілтемесін алуымыз керек. Енді все готовы дегенді басамыз. Осы жерден публичный онлайн, частный деп тұрады. Публичный онлайнды басып, все готовы дегенді басамыз. Бізге қазір бұның сілтемесін алуымыз керек. Делите дегенді басамыз. Мына осы жерде мынау сілтемесін шығарып берді бізге. Копировать деп басып, оны жаңағы мысалы ашық сабағымыз басталайын деп жатқан кезде алдын ала осыны тақтадан сілтемемізді қойып, тақтадан көрсете берсек болады. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сабақтарыңызға қолданып көріңіздер, ашық сабақтарға, сайыс сабақтарға қолдансаңыздар болады. Өте керемет, креативті болып шығады. Жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.